Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді танымал маклюбе тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомыз соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнамы тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен сәбізді видеодағыдай дөңгелек етіп турап аламыз. Картопты да дәл солай турап аламыз. Енді қызып тұрған майға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Кішкене су құйып, бетін жауып пісіріп аламыз. Оған дейін картоп пен сәбізді осылай видеодағыдай қызартып қуырып аламыз. Бөлек ыдыста жуылған таза күрішті осылай майда қуырып аламыз. Барлығы дайын болған соң піскен етті алып, астына пиязды жайғастырамыз. Үстіне кезегімен етті, одан соң картошка бетіне тұз сеуіп, сәбізді орналастырамыз. Одан соң қуырылған күрішті салып, бетін тегістейміз. Енді дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштерді қосып, үстіне өзімен бірдей су құйып, бетін жауып пісіретін боламыз. Піскен соң үлкен ыдысқа төңкеріп, шетіне салат пен айранды орналастырамыз. Осымен өте танымал маклюбе тағамы дайын болды. Міндетті түрде жасап, ештеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.